Елімізде интернет алаяқтықтың саны күрт өсіп отыр. Жыл басынан бері 15 мыңнан астам дерек тіркелген. Алаяқтарда бір орында тұрған жоқ, олардың әдіс-тәсілдері күнде жаңаруда. Әдетте интернет алаяқтар әлеуметтік желілерге жалған хабарламалар мен жарнамалар орналастырады. Қызмет көрсетуге тырысады. Я болмаса өздерін банк, полиция қызметкері ретінде таныстырып, жеке мәліметтерге қол жеткізеді. Сол арқылы онлайн несие рәсімдейді. Instagram парақшаларында, Facebook, YouTube арналарында арнайы жарнама болады. Сол жарнамада азаматтарымызды атақты адамдардың суреттерін қойып, осындай ақша салымдарды салсаңыз, ақшаңыз көбейеді деп, осындай инвестициялық ақшаға тартады. Видеороликтерден кірген кезде сілтеме қалдыруға болады. Сол сілтемелерден адамдар өздерінің анкеталық деректемелерін енгізіп кетеді. Өзінің аты жөнін, номерлік телефондарын. Сосын ол деректемелер алаяқтардың қолдарына тап болады. Содан алаяқтар сол номерлер арқылы оларға хабарласады. Сосын неше түрлі биржалық трейдингтік платформаларға регистрация жасауын талап етеді. Сосын адамдарға белгісіз счеттарға ақша аударуын талап етеді. Сосын адамдар бәрін жасағаннан кейін бір платформа енгізіп, сол жерде акция сатып алғандай көрінеді. Негізі ол платформалар бәрі өтірік, жалған платформалар. Ол мошенниктердің, алаяқтардың өздері қолдан жасаған жалған платформалар. Телефон шалып, қақпанға түсіруге тырысатындар көбейді. Сорақысы сол, өздерін тәртіп сақшысымын деп таныстыруда. Мысалы, сізге белгісіз адам несие рәсімдеп жатыр, немесе шотыңыздан расталмаған операциялар жасап жатыр деп үрей туғызуы мүмкін. Және де ол сіздің басқа банкте қандай шоттарыңыз бар, ол шотта қандай сумма бар екенін білгісі келеді. Сол арқылы сізге несие рәсімдетіп, ол сумманы басқа қауіпсіз шоттарға немесе сақталған ұяшықтарға жіберуді сұрайды. Бұл алаяқтық әрекеттер болып табылады, себебі банк қызметкерлері ешқашан хабарласып, сіздің конфиденциалды, яғни сіздің жеке деректеріңізді сұрамайды, несие рәсімдеуді айтпайды. Сәлеметсіз бе? Мен банк қызметкерімін. 5 минут бұрын сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізден қаржы нөміріңізді ауыстыруға өтінім бердіңіз. Бұл алаяқтық әрекет екенін клиенттер білуі керек, және егер сондай қоңырау шалынып жатса, дереу тұтқаны қойып, банктың қызмет көрсету орталығына немесе құқық қорғау органына, банк бөлімшесіне барып шағымданса болады. Мұндай қылмыстар әсіресе пандемия кезінде күрт көбейді. Интернет арқылы сауда жасаймын деп, жалған сайттарға жеке деректерін қалдырған жандар сан соғып қалды. Азаматтарымыз сол пандемия кезінде онлайн платформаларды, онлайн қызметтерді көп қолданды. Осы кездерде өзіңіз білесіз, онлайн платформаларда тапсырыс жасау үшін де, мысалы, өзіңіз телефон нөміріңізді көрсету керек. Осындай ақпараттардың енгізу бойынша және де фишингтік жалған сілтемелер, жалған сайттар болады. Сол жерге ақпараттар енгізілген кезде бұл ақпарат кетіп қалады. Алаяқтықтардың алдын алу мәселелерін жасап жатқан кезде, енді оларды қарап тұрған жоқ, оларды дамытып жатыр. Өздерінің социальный инженерия дейді, сол социальный инженериямен олардың өздерінде дамытып, оларға қосып жатқандары бар. Сол үшін қазір дамып жатқан алаяқтықтардың түрлері көп. Ол түрлерін үнемі қадағалап отырмыз, қарап отырмыз, анализ жасап отырмыз. Ол жаңа түрлері болса, біздің қабылданған кеңестік кешенді жоспарға қарамастан басқа да шаралар қолдану арқылы біз олардың басқа алдын алу мәселесін қарастырып отырмыз. Интернет алаяқтардың әрекетінен келген шығындар миллиардтап есептеледі. Олар тіпті есеп шоттағы ақшаны қойғанда жеке мүлікке де қол сұға бастаған. Біздің азамат Алматы қаласының тұрғыны алаяқтар звондап, осындай банк полиция қызметкерлері ретінде таныстырып, ақшасын несие алдырып, ақшаны жымқырған. Бұдан басқа және өзінің пәтерін сатқызып, пәтерінің ақшасын да жымқырған. Бұл азаматымыз пәтері де жоқ, бүкіл несиенің ақшасы да жоқ. Сөйтіп полиция қызметкерлеріне арызданады. Осы бойынша біз жедел тергеу іс-әрекеттерін жүргізіп, осы Қазақстан бірнеше қалаларында орналасқан дроп осы қылмысқа қатысты азаматтар анықталып, олар ұсталынды. Және бұл жерде Ресейден келген арнайы үйлестірушілер бар. Сол үйлестірушілердің жұмыстары анықталып, дәлелденіп, бұл азаматтар қазір қамауда отыр.
Отандастарымыз тап осылай сорлап қалып жатыр. Ең қиыны жұрттың көз жасына қалатындарды бірден анықтай алмайсың. Олар көбіне шет мемлекеттерде отырады. Қазіргі таңда әр мемлекет осы проблемамен жалғыз өзі шеше алмайды бұл проблеманы. Осыған орай бұл жерде халықаралық қатынас осы киберқылмыспен күресуде өте маңызды роль атқарады. Сол жағынан жаңағы Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері болсын, ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері болсын, өзінің әріптестерімен тығыз жұмыс жасалып жатыр. Өйткені жаңағы киберқылмыс ол қазіргі уақытта шекарасы жоқ, шекарасыз киберқылмыскерлер Қазақстан Республикасының азаматтарына қарсы әрекеттер жасап, өздері мүлдем басқа шет мемлекетте отырып та жаңағы сондай әрекеттер алаяқтық істерді жасауы мүмкін. Қылмыскердің өзі шетелде отырады. Осы Қазақстан аумағында бұл көмекшілер, қылмысқа осы ұйымдастырушыны тартқан адамдар. Олар не істейді? Олар осындай азаматтарымыздың ұрланған ақшаларын арнайы карталарға ақшаларын аударады. Содан кейін сол карталарды ақшаны шешіп, өйстіп шетелге қайттан жібереді қылмыскер. Интернетте шектеу жоғын жақсы білетін алаяқтар күн өткен сайын өздерінің әдіс-тәсілдерінде өзгертуде. Көбіне көлеңкелі интернетті пайдаланады. Сол жақта жабық форумдар құрып, адамдардың жеке деректерін жинайды. Дербес мәліметтерді сататындар да бар. Киберқылмыстың түрлері қазір сан алуан. Олар мысалы қазіргі кезде телефон нөмірлерді ауыстырып звондайтын алаяқтар бар. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымдағы ақпараттарды алуға ынталанған адамдар бар. Немесе жаңағы елімізде аса маңызды инфрақұрылымның объектілер бар. Жаңағы соларға қолжетімділік алып, сол объектілерге қарсы жүргізіліп жатқан қылмыстың түрлері. Енді келетін залалдарды алатын болсақ, көбінесе қаржы жағынан залал болып жатыр қазір алаяқтардың көбеюіне байланысты. Қоғамда осындай қулыққа баратындардың барын жақсы білеміз, бірақ қақпанға түсіп қалып жатқандар сонда да кездеседі. Себебі алаяқтар көбіне танымал платформаларды қолданады. Біздегі жарнамалар платформалар бар ғой, жаңағы OLX, Крыша, Колеса, сол сияқты платформаларды алаяқтар отырып, адамдардан жаңағы алдын ала төлем алу арқылы адамдарды алдап отыр. Алданып қалмас үшін ең бастысы адамдар ешқашанда алдын ала төлем жасамау керек. Тауарды алғаннан кейін, көзі жеткеннен кейін, сол кезде ғана тауардың ақшасын беру керек. Олар алаяқтар көбінесе фишинговый сілтемелерді қолданады. Ол дегеніміз жаңағы OLX доставка, жеткізу. Сондай сылтау айтады. Мысалға, адам сатып алушы, мен басқа қалада едім, OLX сілтемесі арқылы, OLX доставкасы арқылы сізге бір сілтеме жіберейін, сіз сол жерге өзіңіздің банктық деректемелерін енгізіңіз, сол кезде менің банктық счетыға ақшам сіздің счетыңызға түседі. И курьер келіп, сізге товар жеткізеді деп алданып қалады көп адамдар. Ол сілтемеде тоже барлығы профессионально жасалған. Жаңағы ненің Қазпоштаның бізге белгілі әлемтат курьерлік службалардың эмблемалары тұрады, логотиптері тұрады. Адамдар енді ол Қазпоштаны білгеннен кейін олар ойлап қалады, мынау рас шығар деп. Құмар ойындарға құныққандар да интернет алаяқтардың қармағына ілініп жатыр. Олар бәс саудада үлкен ұтысқа ие боласыз деген желеумен жарысқа ақша тігетін жандарды жіпсіз байлап алады. Солардың сеніміне кіріп, ақыр соңында тақырға отырғызып кетеді. Құмар ойындарға арналған жаңағы арнайы сайттарда сол тарту, бұл да алаяқтың бір түрі. Осындай қазір ақша ұттыңыз деп, сол азаматтарымызды өйстіп алдап, осындай сайттар, жалған сайттар, жасалған сайттарға тартып, сол жерге азаматтарымызға осындай ақпаратты бөлісіп, ақшаларын азаматтарымыз өздері осындай құмар ойынға жеңіл ақша табамын деп кіреді. Бұндай жаңағы сайттардың әрине сенбеу қажет. Қолында телефоны бар кез келген адам интернет алаяқтардың құрбаны болуы мүмкін. Олардан қорғанудың ең негізгі тәсілі жеке деректерді оңды-солды таратпау керек. Өзіңіздің ұялы телефоныңызға немесе ноутбук
дербес компьютеріңізге басқа біреулердің айтуымен AnyDesk немесе Skype сияқты қолданбаларды, қосымшаларды орнатуға болмайды. Сол арқылы алаяқтар сіздің қаражаттарыңызды жымқыруы мүмкін. Тағы да картаның нөмірі, картаның алдындағы 16 саны немесе артындағы CVV кодты 3 санынан тұратын ешкімге ешқандай жағдайда айтуға болмайды. Және де картаның жарамдылық мерзімінде ешкімге айтуға болмайды. Сақтық шаралардың бірі ол цифрлық мәдениеттілікті жоғарылату деп ойлаймын. Өйткені жаңағы кез келген сізге бейтаныс адамдар телефонмен қоңырау шалып, жаңағы сіздің құпия сөздеріңіз немесе банктік карталарыңыздың номерлерін беру туралы хабарласып жатса, ондай кезде цифрлық мәдениеті төмен адамдар жаңағы сеніп өзінің барлық дербес деректерінің барлығын беріп қойып жатады. Сол ең басты шара деп ойлаймын. Сол цифрлық мәдениетті көтерсек, сол кезде көптеген проблемалар азаяр еді. Интернет алаяқтықтың көбейіп кетуі халықаралық қауымдастықты да алаңдатып отыр. Мемлекет басшысы бұл проблемаға ерекше назар аудару керегін айтып, құзырлы органдарға нақты тапсырма берді. 2021 жылы мемлекет басшысы өзінің жылдық жолдауында бас прокуратураға алаяқтық пен қаржы пирамидаларға қарсы шара қолдануға бізге тапсырылды. Сол тапсырманы орындау аясында бізде жұмыс тобы құрылды. Ол жұмыс тобына басқа да мемлекеттік органдардан жауапты қызметкерлер қосылды. Және біз жол картасын жасадық. Жол картасында ол жерге мемлекеттік органдарында және басқа да осы қылмысқа қарсы күрес жүргізіп жатқан басқа да ұйымдардың ұсыныстары кірді. Интернет алаяқтықтың алдын алу бойынша жаңағы жоспарланған біраз жұмыстарды атқарып жатырмыз. Одан басқа біз жаңағы ақпараттық даму министрліктерімен бірге бірлесіп біраз жұмыс жүргізіп жатырмыз. Осы жаңағы арнайы телефон бағдарламаларын, нөмірін өзгертетін бағдарламаларды бұғаттау бойынша жұмыстарды жаңағы осы ақпарат даму министрлігі біраз жұмыстар жүргізіп жатыр. Байланыс операторларын шақыруымен, солардың қатысуымен біз біраз жұмыс жүргіздік. Нәтижесі бар деп ойлаймын. Микрокредиттік ұйымдар арқылы несие рәсімдеу анағұрлым жеңіледі. Қазір біраз қиындады. Мұның барлығы алаяқтардан сақтану үшін жасалған қадам. Ввели двухфакторную идентификацию для всех. Біз онлайн несие беру мәселесін біраз күрделендірдік. Қарыз алуға өтінім берген адам бұрынғыдай жеке деректерін енгізумен ғана шектелмейді. Енді олар биометриялық тексеруден де өтеді. Банк немесе микрокредитті ұйымдар қарыз алуға өтінім берген адамның нақ өзі екеніне көз жеткізуі керек. Осы әдіс енгізілгеннен кейін елде біреудің атына несие рәсімдеу деректері күрт азайды. Финансовые организации более безопасно выдают кредиты онлайн способом. Интернет алаяқтарға алданып, барынан айырылып қалғандар аз емес. Мынаны есте сақтаңыз. Егер сыртыңыздан әлдекімдер несие рәсімдеп, оған сіздің еш қатысыңыз болмаса, бұл мәселенің шешімі бар. Бас прокуратура, Қазақстан ішкі істер министрлігімен және қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен бірге меморандум құрылған. Ол меморандумда егер де азаматтар кредит, оларға тағылған кредитке ешқандай қатынасы жоқ болса, ол кредит олардан алып тастау мәселесі қарастырылады. Егер де ондай жағдай орын алған болса, және сізге заңсыз коллекторлар келіп, сізден кредит қайтару талап ету мәселесі болып жатса, сізге қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне арыздану керек. Болмаса қылмыстық істі тергеліп жатқан полиция бөлімі арқылы агенттікке ұсыныс енгізу керек. Сол ұсыныстар арқылы жаңағы сізден ол кредитті алып тастау мәселесі қарастырылады. Киберқылмыспен күрес еш уақытта тоқтаған емес, жалғаса да береді. Бастысы сақ болыңыз.